Саламатсыздар ма, студенттер? Шығыс Қазақстан технология колледжі арнайы пәндер оқытушысы Оспанов Бауыржан Мақсатұлы. Пәннің атауы жолда жүру ережесі. Тақырыбы басып озу, қарама-қарсы жол айырысу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаттары. Оқытушылық мақсаттары. Тақырыптың жалпы және маңызды түсініктерін қайталауды қамтамасыз ету. Студенттерге тақырып бойынша алған білімдерін әртүрлі жол жағдайларында пайдалануға мүмкіншілік беру. Өткен материалды меңгергенін қадағалауды қамтамасыз ету. Тәрбиелік мақсаты. Студентке проблеманы өзі шешуге мүмкіншілік беру. Өзінің шеберлігіне, біліміне дұрыс баға беруді үйрету. Берілген жұмысты жылдам орындау дағдысын қалыптастыру. Өткен тақырыптың маңыздылығын, құндылығын сезінуге ықпал ету. Интеллектуалды дамытушылық мақсаты. Студенттің ойлау, қабылдау, зейін аударуының дамуына жағдай жасау. Үлкен көлемді ақпаратпен жұмыс атқару, іздеу, анализ жасауды қалыптастыруға ықпал ету. Студентті жол жағдайында анықтауды, жауапкершілікті үйрету. Оқыту материалдарын салыстыруды, пысықтауды және жүйелеуді үйрету. Басып озу. Қарсы қозғалысқа арналған жолаққа, жүру бөлігінің жағына шығуға және кейіннен бұрын орналасқан жолаққа, жүру бөлігінің жағына қайтып оралуға байланысты бір немесе бірнеше көлік құралының басып озуы. Оңға, солға бұрылу, кері бұрылу немесе тоқтау мақсатында алып жатқан жолақтың шығу басып озу болып табылмайды. Басып озуды бастамас бұрын. Жүргізуші өзі жүріп бара жатқан қозғалыс жолағы басып озу үшін жеткілікті қашықтықта бос екендігіне және басып озу процесінде ол қозғалыс үшін және жол жүрісіне басқа қатысушыларға кедергі келтірмейтініне көз жеткізуі міндетті. Басып озылатын көлік құралының жүргізушісіне жүріп өту жылдамдығын арттырумен немесе өзге де әрекеттермен басып озуға кедергі жасауға тыйым салынады. Басып озатын көлік құралының жүргізушісі бұрынғы немесе төмен жылдамдықпен жүруге міндетті. Жүргізушіге басып озуды орындауға тыйым салынады, егер алда келе жатқан көлік құралы кедергіні басып озады немесе айналып өтеді. Егер сол жолақпен алда келе жатқан көлік құралы солға бұрылу сигналын берді. Егер келесі көлік құралы басып оза бастады. Егер де басып озу аяқталғаннан кейін ол қозғалысқа қауіп төндірмей және басып озатын көлік құралына кедергі келтірмей бұрын алып жүрген жолаққа орала алмайды. Басып озылатын көлік құралының жүргізушісіне жүру жылдамдығын арттыру немесе өзге де әрекеттер арқылы басып озуға кедергі жасауға тыйым салынады. Басып озуға тыйым салынады. Реттелетін жол қиылыстарында. Сондай-ақ басты жол болып табылмайтын жол бойынша қозғалыс кезінде реттелмейтін жол қиылыстарында. Жаяу жүргіншілер өткелінде. Темір жол өтпелерінде және олардың алдында 100 метрден жақын. Көпірлерде, жол өтпелерінде, эстакадаларда және олардың астында, сондай-ақ тоннельдерде. Көтерудің соңында, қауіпті бұрылыстарда және көріну шектеулі басқа да учаскелерде. Жаяу жүргінші өткелдерінен өту кезінде көлік құралын басып озу қағидалардың 14.2 тармағының талаптары ескеріле отырып жүзеге асырылады. Егер елді мекенде, тыс жерлерде баяу жүретін көлік құралын, ірі көлемді жүк тасымалдайтын көлік құралын немесе сағатына 30 км-ден аспайтын жылдамдықпен жүретін көлік құралын басып озу немесе басып озу қиын болған жағдайда, мұндай көлік құралының жүргізушісі мүмкіндігінше оң жаққа қабылдауға, ал қажет болған жағдайда одан кейінгі көлік құралдарын өткізіп жіберу үшін тоқтауға тиіс. Егер қарсы жүріп тұру қиын болса, сол жолақта кедергі бар жүргізуші жол беруге тиіс. 1.13 және 1.14 белгілерімен белгіленген еңістерде кедергі болған жағдайда төмен қарай жылжитын көлік құралының жүргізушісі жол беруі тиіс.
Басып озу тыйым салынады. Реттелетін қиылыстарда суреттегідей. Реттелмейтін қиылыстарда басты жол болып табылмайтын жол бойынша қозғалыс кезінде. Басты жолда басып озуға рұқсат етіледі. Жаяу жүргіншілер өткелінде. Сабақты бекіту, қорытындылау. Сізге тракторды басып озуға рұқсат етілген бе? Назарларыңызға рахмет.